Ағамның көңілін аулап. Қожанасыр бір күні сабаққа келмей қалады. Ертеңіне оқытушысы Қожакеңді сұрақ қалады. Кеше мектепке неге келмедің? Іс болып қалды. Қандай іс? Ағам тісін суыртқалы дәрігерге барған еді. Соған бірге барған едім. Тіс суыртатын ағаң екен. Сен неге бардың? Тісін суырып, ауыртып жатқанда есік алдында бәқырып, ағамның көңілін аулап тұрдым депті қожа. Айды аспанға бір шығардым. Қожанасыр бір күні әбден шөлдеген соң су ішпек болып, түнде құдыққа барады. Құдыққа қауға салып тартса шықпайды. Бұған не болды деп Қожанасыр үңіліп қараса, құдықтың түбінен ай көрінеді. Қауғам айға ілініп қалған екен ғой деп қожа жұлып тартып қалғанда, қауғасы шығып кетеді, өзі шалқасынан түседі. Жерге басын соғып, есеңгіреп қалған Қожанасыр әлден уақытта көзін ашса, ай аспанда тұр. Сонда Қожекең қуанып, не болса о болсын, айды аспанға бір шығардым ау депті. Бесін намазы. Қожанасыр бұрын намаз оқымайды екен. Ханнан жарлық болған соң лашсыз оқымақ болып дәрет алып жатқанда ханның шабармандары келіп, қожа, бесін намазы неше рекет деп сұрайды. Қожа, 30 рекет деп айта салады. Білмедің деп шабармандар оған дүре соға бастайды. Қожаның кемпір келіп, қожау, 4 рекет десейші деп айғайлайды. Төу кемпір-ай, 30-ға көнбей жатқан тентектер 4 дегенді тыңдай ма депті қожа.